1950-1960 жылдары Қазақстанның әртүрлі аймағына барғанымда, адамдар полиэмилит ауруынан қорқатын. Қазақстан осы инфекцияға қарсы екпені алғаш егуді бастаған посткеңестік елдердің бірі. Біз бүгінде бұл жұмысты жалғастырып жатырмыз. Полиэмилит жедел жұқпалы ауру. Көбіне балалар ауырады. Полиэмилит периферия және орталық жүйке жүйесін зақымдап, сал ауруына алып келеді. Инфекциямен тек вакцинация арқылы күресуге болады. Қазақстанда полиэмилитке қатысты соңғы жағдай Сарыағаш ауданында тіркелді. Адамдар не үшін полиэмилитке қарсы екпе егу керек? Бізде ол жоқ қой, деп сұрайды. Себебі Нигерия, Ауғанстан сияқты эндемикалық елдерде инфекция әлі күнге дейін таралып жатыр. Ал инфекция шекарамен шектелмейді. Полиэмилитті толық жеңу үшін екі вакцинаны қолдану қажет. Тірі және өлі. Оларды 1950 жылы америкалық вирусологтар Салк пен Сейбин ойлап тапты. Олар бүгінге дейін қолданыста. Екпеден кейін аллергия реакциясы байқалу мүмкін. Вакцинацияға қарсы көрсеткіштер иммун тапшылығы. Әртүрлі инфекция және басқа аурулар болуы мүмкін. 98,5% жалпы вакцинациясының арқасында біз шешек ауруын жеңдік. Дәл осы қағиданы полиэмилитке де қолдануымыз қажет. Біз бірнеше жылдан кейін полиэмилитті толық жеңетінімізге сенімдіміз.